20 қаңтарда Қызылордада өткен ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында мемлекет басшысы Қазақстанның алдағы саяси бағыт-бағдарын айқындап берді. Жұмыс тобы әзірлеген жалпы тәсілдердің негізгілерін халық назарына ұсынды. Ұсыныстар парламенттік реформа аясынан шығып, негізгі заңның басқа да бөлімдерін қамтитынын ерекше атап өтті. Мемлекет басшысы конституциялық реформа қатысты өз ұстанымдары мен ұсыныстарын ортаға салды. Өздеріңіз білетіндей, президент жаңа парламентті құрылтай деп атауды ұсынды. Бұл бастаманың мән-маңызы ерекше. Мемлекет басшысы еліміздің саяси жүйесінде құрылтай атауын аса маңызды мемлекеттік институттың символы ретінде сақтап қалуымыз керек деп нақты атап өтті. Шын мәнінде жаңа кезеңде жаңа өкілеттікке және ерекше атауға ие болған құрылтай қазақ жеріндегі парламентаризмнің тамыры тереңде жатқанын аңғартады. Енді жұмыс тобы конституциялық реформа қатысты ұсынған жаңашылдықтарды тарқатып айтып берейін.